Саламатсыздар ма? Қарағанды қаласында коронавирус инфекциясынан алғашқы өлім жағдайы тіркелді. 30 наурызда қалалық ауруханаға 58 жылғы туылған қарағандылық тұрғыны ер азамат жеткізілді. Келіп түскен кездегі диагнозы тыныс алу жеткіліксіздігі белгілі бар пневмония. Пациент жүгінген кезде бірден оқшауланған реанимациялық боксқа орналастырылды. Медицина қызметкерлерінің қарқынды еміне қарамастан, бүгін таңертең сағат 7:10-да жүрегі тоқтады. Науқас келіп түскеннен кейін бірден коронавирусты анықтау үшін сараптамалар алынды. Ол ер адамның өлімінен кейін расталды. Бұған дейін ол ауруханаға келген жоқ. Нотариус болып жұмыс істеді. Жақын туыстарының шеңбері оқшауланып, қайтыс болған адаммен байланысты болған адамдар зерделенуде. Медицина қызметкерлері хаттамаларға сәйкес жұмыс жасады. Бүгінгі таңда Қарағанды қаласында 14 науқас коронавирус инфекциясы расталған. 13 науқастың жағдайы дәрігерлер тұрақты деп бағалайды. Тәулік бойы медициналық бақылауда 598 адам, үй карантинінде 1076 адам орналасқан. Құрметті Қарағанды облысының азаматшалары, жеке гигиеналық және домашний карантин, үй карантинін сақтауын сұраймыз. Бибігүл ханым, мәлімдемеңізге көп рахмет. Осы орайда бір сұрақ. Осы уақытқа дейін сіздер бүкіл жаңағы вирусты жұқтырған азаматтардың жағдайын қалыпты деп келдіңіздер. Ендігі біз неден қорқуымыз керек? Бар ма ондай тағы да болжамдар бар ма? Жоқ. Өзге пациенттеріміздің жағдайы қалыпты ма? Олар жазылуға үміт артала ма? Қазіргі уақытта 13 науқас ауруханада жатыр. Олардың жағдайы тұрақты. 2 науқасты осы жұмада біз шығаруға мейірім береміз. Мақсат қылып отырсыздар ғой. Жақсы, көп рахмет.